Алло. Иә, Мейірханмын. Иә, қарапайым экономиканың жүргізушісімін. Иә, тыңдап тұрмын сізді бір айнаға. Қазақстанға келе алмайтын болдыңыз ба? Қандай өкінішті. Жақсы, жарайды. Болды, істеп қоямын, жақсы. Уайымдамаңыз. Жақсы, сау болыңыз. Маған қоңырау соққан, ол Брайан Трейси еді. Ол Қазақстанға келе алмайды екен. Оның бизнес жоспарды қалай құрамыз деген семинарын мен өткізетін болдым. Мен семинарды видеоролик түрінде беремін. Сонымен қарапайым экономиканың бүгінгі тақырыбы бизнес жоспарды қалай құру керек. Ал кеттік. Бизнес жоспар сіздің кәсібіңіздің жетістікке жетуіне үлкен себепші болады. Егер ол дұрыс жазылса, болашақта инвестор табуыңыз да мүмкін. Ал осы жетістікке жеткен кәсіпкерлер бизнес жоспар туралы не дейді екен? Қағазға түсірілген жобаны іске асыру оңайырақ, әрі бұл инвесторлардың назарын аударуға жол ашады. Сонымен бизнес жоспарды қалай құру керек? Біздің кеңестерімізді жазып алыңыздар. Алғашқы бетте бизнес және сол бизнесті бастайтын адам туралы толық мәлімет болу керек. Мысал үшін, мына қыздың есімі Мөлдір Иманмәди. Ол болашақта балмұздақ және кофенің қосындысынан бір өнім жасап, оны сатпақшы, яғни бизнес бастамақшы. Осы туралы біз алғашқы бетте толық мәлімет беруіміз керек. Рахмет, Мөлдір. Таныстырудан кейін екінші бөлімі жоба түйіндемесі деп аталады. Осы бөлімінде сіз бизнес туралы толық мәліметті бересіз, яғни оның миссиясы не, мақсаты қандай, барлығы осы бөлімде жазылу керек. Үшінші бөлім жобаның нарықтағы бейнесі деп аталады. Яғни бұл бөлімде ол қаншалықты сұранысқа ие, кімдер оны тұтынады, осы сияқты сұрақтарға жауап беруіміз керек. Төртіншісі өндірістік жоспар. Яғни осы бизнес алдағы бірнеше жылда қандай биіктіктерге шығады, қандай шыңдарды бағындырады, осы туралы жазылуы керек. Бесіншісі ұйымдастыру жоспары деп аталады. Бұл бөлімде сіз оның қандай компаниялармен серіктес болатынын, кімдермен бірге жұмыс істейтіндігі туралы толық мәліметті беруіңіз керек. Келесі бөлім бюджет айналымы деп аталады. Бұл бөлімде сіз жобаға қанша ақша керек екенін және қанша пайда табуға болатындығы туралы толық мәлімет бересіз. Соңғы бөлімі нәтиже деп аталады. Аты айтып тұрғандай, бұл жерде сіз бизнес жоспарыңыздың нәтижесін, яғни қанша пайда және шығын алып келетіндігін есептеп жазуыңыз керек. Бизнес жоспар осы бөлімдерден тұрады. Егер де сіз бизнес жоспарды түсінікті әрі толық жазып шықсаңыз, сіздің бизнесіңіз өте сәтті әрі болашақта инвестор табу мүмкіндігіңіз өте жоғары болады. Бизнес жоспарға қатысты тағы да басқа сұрақтарыңыз болса, барлығын Жетігім.kz сайтынан оқи аласыз. Достар, сен емес басқа достар. Достар, қарапайым экономиканың бүгінгі саны осымен тәмам. Бүгінгі ақпараттарымыз барынша пайдалы болды деп үміттенемін. Алдағы уақытта осы кеңестерді қолдансаңыздар жетістікке жетесіздер. Сонымен кездескенше сау болыңыздар.